Еліміздегі мұнай сервис компанияларының жартысы банкрот болуға шақ қалған. Бұл туралы бүгін Қазақстан мұнай сервистік компаниялар одағының төралқа төрағасы Рашид Жақсылықов мәлімдеді. Бүгінгі күні мұнай газ саласындағы компаниялар 9 мыңнан астам қызметкерін қысқартуға мәжбүр болды. Жыл соңына дейін жобалар іске қосылмаса тағы 36 мың адам жұмысынан айырылуы мүмкін дейді мамандар. Әлемдік мұнай бағасының құлдырауы мұнай газ саласындағы компаниялардың тынысын тарылта бастады. Әсіресе бұрғылау жұмыстары тоқтап қалған Маңғыстау облысындағы өндіріс орындары қатты зардап шегіп отырған көрінеді. Жылдар бойы тәжірибе жинақтаған құнды кадрлар тардай шашылып кетпес үшін кәсіпорындар оларды қысқартпай жалақылардың 30% ғана төлеуге келіскен екен. Алайда аталмыш салаға қолдау көрсетілмесе, жыл соңына дейін мұнай сервис компаниялары банкротқа ұшырап, олардың 36 мың қызметкерлері жұмыссыз қалуы мүмкін дейді одақ жетекшілері. ТШО компаниясы үшінші даму заводын жүргізіп жатқан жерден 18 мың адамды үйіне қайтарды. Вақтыменен ауысып жұмыс істейді ғой. 18 мың адам үйінде осы жұмысты күтіп отыр ғой. Сонда басына алып қосқан кезде 36 мың адам. Тағы да мінеки қазір 7,5 мың адамды үйіне қайтарудың амалын қарастырып жатыр. Мұнай бағасы 2015 жылдан бастап құлдырай бастады. Сол уақыттың өзінде мұнай сервис 40%-ға қысқарған екен. Ал өндірілген қара алтын құнын әзер ақтап отырған мұнай компаниялары мамыр-маусым айларында күнделікті өнімді 390 мың баррельге қысқартуға міндеттеліп отыр. Егер 2019 жылы 90 миллион тонна мұнай өндірілсе, биыл өндірілген шикізат көлемі 85 миллион ғана болады деген болжам бар. Отандық кәсіпкерлерді қорғау үшін аталмыш саланы шетелдік компаниялардан тазартып, жұмыс көлемін акциясының кемінде 50% Қазақстан азаматына тиесілі компанияларға ғана беру керек. 100 миллион долларға дейінгі келісім шарттарды 50 миллионға дейінгі жобалау жұмыстарын тек қазақстандық серіктестіктер орындау керек дейді сала мамандары. Не секрет, они Жылына 30-50 миллион долларға бағаланған жұмыс көлемін алатын шетелдік компаниялар бар. Олар 2-3% кредит алып, төмен баға ұсынып, ылғи да тендерлерді жеңіп алады. Ал 27% қымбат кредит алатын отандық компаниялар бәсекеге қабілетсіз болып тұр. Жалпы мұнай сервис саласынан жыл сайын ел бюджетіне 1 триллион теңге салық түсіп отыратын көрінеді. Бұл қаражат банк саласынан түскен салықтан 2,5 есе жоғары екен. Сол себепті энергетика министрлігі бизнес пен инвесторлармен бірге жыл соңына дейін дағдарыстан шығу шараларын ұйымдастыруға қажет дейді одақ басшылары. Жанар Жолтаева, Информбюро, Алматы.